калыптыр. Саган үйлөнүүгө усунуч жасаптыр деп ойлоп калыптыр. Я, тек гана ата эне эмес, көп адамдар ошентип жазды маган. Мен анама айтканым бар. Жок, тек гана официально менин девушкам болосуңбу деп айтты дедим. Эми мен өзүм улуу кызмын го, ата энем мен бактылуу болобуз деген сөз эле бар, эч жаман ою жок. Жас сурагына рахмет. Енді біз жақтан тараптан да енді әкем сөйтіп ойлап қапты, Болбаса ханым, сен уже үйленейін деп жатсың ба деген сияқты. Хотя бы сәл уақытқа қалдырсай деп. Енді мен айттым, дәл қазіргі сәтте үйленейін деп жатқан жоқ, мен қызым боласың ба деген сондай бір ұсыныс жасадым деген сияқты. Енді кейбір арандатушылардың кесірінен бір әкемнің ойын бір бұзып жүрген кісілер де бар деген сияқты. Енді ол нәрсеге еш нәрсе демеймін, әкемнің көзқарасы жақсы, бұйырса енді одан да күшті болады деген ойдам. Енді пока асықпаңдар, бір-бірін танып біліңдер, ертең отбасы болған қиын негізі. Сол моменттерде де енді екеуін бір-бірінді сондай бір тыңдай алатын моменттер болса, сол барлығын обрабатывать етіп, жұмыс істеп, сол нәрсемен содан кейін ғана бір сондай шешім. Нұрсұлтан, арандатушылар деп кімді айтып жатсыз? Орталарыңызға түсіп жүрген біреу бар ма? Жоқ, Перзат екеуміздің емес. Жаңағы әкеңізге қандай? Әкемнің ойын өзгертіп жүрген кісілер бар. Болбаса ханым, оны үйтіп ашып айтқым келмейді. Енді сол моментте де айтып қалған болатын. Енді ой, естіп айтып жатыр деген сияқты кейбір ақыл айтқысы кісілер болады ғой өмірде көп қой ондай кісілер, Болбаса ханым. И сондай кісілерге тек қана жауабым, дәл қазіргі сәтте мен өміріме ақыл керек емес, Болбаса ханым. Мен әкемді тыңдаймын, мен жақын адамдарын тыңдаймын. Себебі мынандай нәрсе, мен Болбаса ханым өз-өзім жасаған баламын, мен әпкеммен өскен баламын. Кішкентай кезімізде көп деген қиыншылық болды, анам өмірден озғаннан кейін. Енді әпкем екеуміз бір-бірімізді қолдап сүйрелеп, кішкентай болсақта әйтеуір сөйтіп өскен қыз жігіттерміз да біз. Енді өмірде сол моменттерде енді анам өмірден озғаннан кейін бәрі теріс айналып, енді әпкем екеуміз нанға ақша таппай аш қалған кезімізде қайда болды, оқуға түсе алмай саланда бәрі қалада жүрген кезімізде қайда болды деген сияқты. И сондай моментте бізге көмек бермей, бір внимание бөлмеген адамдар дәл қазіргі сәтте маған ақыл керек емес деген келет болды. Болбаса ханым. Әпкеңіз не деп жатыр? Әпкеңіз? Әпкем полный қарсы, бұйырса Алла қаласа таныстырам деген ойдам. Бұйырса жаңа жылда келет, Болбаса. Нұрсұлтан, сіз қарсы дедіңіз ғой? Кімді? Әпкем. Әпкем қарсы мен? Қазір басқаша айтсаңызшы. Болбаса ханым, шатасып қобалжып отырған сияқты. Айтсаңызшы, риза деп, солай айтайын деп жатсыз? Болбаса ханым, мен айтып кетейінші. Мен әпкесім жазған смс-терін көрдім. Сен бақытты болсаң, бізде сен выборыңды примем деп жазғаны бар екен. Башқа ешесе қаршы болған жоқ. Тұратын сен болашақта, сен әйелің болатын, бірге тұратын, болашақта сенмен бірге болатын. Дәл осы қыз. Енді жүрегін сол қызды қалап тұрса, онда ешқандай қарсылығымыз жоқ. Сен бақытты болсаң, онда бізде бақыттымыз деген сондай бір бізге тілегін айтқан. Енді жаңағы айтылып жатқан сөздерден кейін қобалжып кеткен шығарсыз, түсінемін. Әсіресе кішкентай бала кезіңізде, бала болғанда бәлкім ойламайтын шығар, бұл үлкен азамат болады, өседі, өнеді. Сол кезде бір көңілі бір жаутаңдап қалады-ау деген секілді ой болмайтын да шығар кейде үлкен ересек адамдарда. Бірақ сіз өзіңіз бой жетті, сіз ер жеттіңіз, әпкеңіз бой жетті, бір-бірлеріңізге тіреусіздер. Және дәл қазір сізді қолдайды деп айтып жатсыз Перизатпен қарым-қатынаста. Әкеңіз қолдап жатыр ең бастысы. Әкемнің ойы пока бір қалыпты, Болбаса ханым. Енді одан да бір жақсы қылуға ниетіміз бар. Қылып, сол кезде бір реті келіп жатса таныстырам деген ойда менді. Бәлкім танысудың күні алыс емес, Енді болашақта да менің анамның орнына ене болатын кісі сол кісі, мен әпкем. Сол себепті де енді сондай бір ниетім бар, енді таныстырсам деген. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, енді бой жет, маған звондау үшін сонда мен бір жетістікке жетуім керек па деген сондай бір сөз болды да мен аузымнан. Енді әкеммен де сөйлесіп, ашық барлығын айтып сөйлесіп болдым.
Бірақ әрине түсінемін, Нұрсұлтан, сіздің ойыңызды. Бірақ дегенмен де кейде бір айтамыз ғой, осы мені пайдалану үшін хабарласады, немесе керек болғандықтан деп хабарласады деп жатамыз ғой. Бірақ керек болудың да өзі маңызды нәрсе. Сіз көп адам тіпті керек болмауы да мүмкін. Сіз қайта мақтаныңыз, сізді ер азамат ретінде көріп, Нұрсұлтан да ер жетіпті ғой. Біз осыған хабарласайық, байланыста болайық. Тіпті бір нәрсе сұрап жатса, көмектесуге тырысыңыз, өзіңіз беруші болғанға не жетсін? Я, әрине. Ол нәрсені түсінем, Балауса ханым, бәлкім осы нәрсе, менде осы күнге дейін үйленуге сөз салды ма деп ренжіп қалды дейді. Сонда үйленуге деп сөз салса оның несі жаман? Или Нұрсұлтанды қабылдамай ма олай? Жоқ, сен мен тура емес түсіндің. Біз таныстықты бастағанымызға бір күн болды ғой, бір күннен кейін еле жұптыққа сөз салды. Біз танысқанымызға қанша 4 ай еле болды ғой. Мен қыз баласымын, тұрмышқа шыққаннан кейін большая ответственность бұл. Ошоға аттанем, анам айтқаны бар, қызым, шашылба, бұл все-таки ер азаматын сынаш керек, бардық ситуацияда көріш керек. А потом уже, если реально бір-біріңерді сүйгөніңерді сезсеңер, потом уже отбасы құрсаңар болады деп айтқан. Мен жерде просто былай түсінем. Дағын, бір туғандарым дағын, ешқашан менің бақытыма қарсы болған адамдар емес. Балауса ханым, менде бір сұрақ болып тұр. Кеше осы Әділет пен Әсемнің тойында мен көрермен болып отырған кезде бір жағымсыз бір ситуацияның куәгері болып қалдық деп ойлаймын, халық болып. Сол моментте Шолпан ханым қағып алған гүлін Перизатқа берген болатын. Перизат енді білмеймін, бір алғысы келмеді ма, бір мүмкін күтпеді ма деген бір не болып қалды, реакция болып қалды. И сол моментте Нұрсұлтанның тарапынан өзінің қазіргі жұп қызын кішкене түсірген сыңайлы болып көрініп қалды негізі сырт көзге. Менің жасым әлі 21-де ғой, сен 27-ге келдің ғой, менде уақыт бар деп айтып қалды да. Сонда Нұрсұлтан, бұл сөзің сенің өзіңе білмеймін қалай сезілді, бірақ сырт көзге сен Перизаттың жасын түрпідей тиек етіп, халықтың алдында бір қызды түсірген сияқты болып көріндің. Я, Балауса ханым, ол нәрсені маған көп кісілер жазды. Енді ол нәрсені дұрыс емес қабылдап қалды Балауса ханым, немесе мен дұрыс емес жеткізіп қалдым. Дәл сол отқан моментте енді гүлді бар тосып ал дедім ғой мен бұл кісіге ше. И жоқ, әлі ерте ғой дейді. Перизат, мен жүре берем ғой деп жатырмын да. Просто тез болғаны бізге де жақсы болашақ. Келген шығар деп ойладым да, бірақ бір ойланбай айтып қалды ау деп ойлап қалып едім. Ренжіп қалғаным бар. Сіз қалай түсіндіңіз, айтарсыз, бізде жарнама уақыты болып қалды, жарнама.